Нөмірі 1. Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтік колледжі. Қашықтықтан оқыту. Практика түрі бақылау және байқау практикасына дайындық. Практика жетекшісі Тошиева Эльвира Айтжановна. Практикант Бердіханова Қалымқас Мұратқызы. Топ 42 б. Пәні дүниетану. Сынып 2 сынып. Тақырыбы ауа райының адам өміріне әсері. Мамандығы бастауыш білім беру. Біліктілігі ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі. Барлықтарыңа қайырлы күн. Здравствуйте, ребята. Hello, children. Have a nice day. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты ауа райының адам өмірімен шаруашылық іс-әрекетіне оң және кері әсерін талдау. Балалар, олай болса, бүгінгі жаңа мағынаны, яғни жаңа тақырыпты түсіну үшін Ай мектептің ауа райы атты видеоролигіне назар аударайық. Аға, үйге көбелектер кіріп кетіпті. Вики! Тиме! Біздің Викимен ойнағылары кеп кіріп кеткен шығар. Жарай, ұнаса ойнай берсін. Алматыда аздаған жел тұрады. Күн бұлттанып, жауын шашын болады. Ауаның температурасы күндіз 18-20, түнде 10-12 градус жылы болады. О, бүгін жауын жауат деп жатыр. Ал аспан шайдай ашық. Қазір ашық болғанымен, біраздан соң жауатын шығар. Синоптиктер айтса жауат. Синоптиктер деген кімдер? Синоптиктер деген ауа райын болжаумен айналысатын мамандар. Синоптиктер ауа райын қайдан біледі? Олар метеорологиялық станцияларда ауа райын бақылап отырады. Метеорология деген не? Метеорология аспанды және оның өзгерісін зерттейтін ғылым. Метеорологиялық станция ауа райына бақылау жүргізіп отыратын мекеме. Метеорологиялық станцияларда жұмыс аз шығар. Жауын жауды немесе жауған жоқ деп белгілеп қойса болды. Онда мамандар ауаның температурасын, желдің күші мен бағытын, ауа қысымын, жауын шашын мөлшерін, ауа ылғалдылығын, барлығын өлшеп отырады. Онда жұмыстары өте көп екен. Синоптиктер ауа райын бүгін бақылап отырса, олар алдын ала не боларын қайдан біледі? Жинақтаған мәліметтердің барлығын олар ауа райы картасына түсіреді. Бір тәулікте осындай карталардың 4-еуі жасалады. Сол карталарды салыстыру арқылы салқын немесе жылы ауаның желдің қай бағытта қандай жылдамдықпен қозғалып бара жатқанын, олардан қандай температураны күтуге болатынын, жауын шашынның болу ықтималдылығын анықтайды. Яғни, алдағы тәуліктегі ауа райына болжам жасалады. Синоптиктердің жұмысы өте маңызды екен. Синоптиктер жұмысы ең алдымен ұшқыштарға, теңізшілерге, ауыл шаруашылығы еңбеккерлеріне, көлік жүргізушілеріне көмегін тигізеді. Ауа райын болжап беретін синоптиктердің еңбектеріне рахмет. Айтпақшы, кейбір жануарлар мен жәндіктер де ауа райының құбылуын болжай алатын сезімтал келеді. Енді түсінікті. Жауын жауатынын сезіп, үйге тығылған екен. Қандай ақылды жәндіктер, өздері нағыз синоптиктер сияқты. Міне, тағы бір синоптик. Балалар, олай болса, видеороликті жақсылап қараған болсақ, сіз бүгінгі сабақтан адам өміріне ауа райының қалай әсер ететінін білесің. Сен ауа райының белгілі бір уақыттағы, белгілі бір жердегі жай күйі екенін білесің. Ауа райын болжау үшін ауаның температурасын, желдің күшін, аспанның бұлттың жағдайын, жауын шашынның болатынын анықтайсың. Балалар, келесі жаңа сабағымызды бастамас бұрын ой ширатып алайық, яғни суреттерге қарап, бұл заттар қай мезгілде керек екенін айтайық. Дұрыс айтасыңдар балалар, бұлар қыс, көктем, жаз,
күз мезгілінде керек. Яғни бұлардың не үшін керек екенін бүгінгі сабақтан білетін боласыңдар. Балалар, келесі мына сұрақтардың жауабын бірге шешейік. Яғни, ауа райы деген не? Ауа райы адамдарға не үшін қажет? Өте дұрыс айтасыңдар балалар. Күнделікті жаңбыр, жел, бұлтты немесе ашық күн құбылыстарын білу үшін ауа райы қажет. Яғни біз осы арқылы бүгінгі сабағымызды толығырақ білет. Балалар, келесі тапсырманы бірге шешейік. Қандай сөздермен ауа райын сипаттауға болмайды? Назар аударып қарайық, балалар. Өте дұрыс айтасыңдар балалар. Яғни ұзын, жуан, қысқа, сонымен қатар жіңішке сөздермен ауа райын сипаттай алмайды екенбіз. Балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымыздың ережесін бірге білейік. Яғни, ауа райының басты қасиеті оның өзгергіштігі. Ал ауа райы дегеніміз атмосфераның төменгі жер бетіне жақын қабатындағы белгілі жердегі белгілі уақыттағы жай-күйі. Балалар, келесі тапсырманы бірге орындап көрейік. Яғни, ауа райы қандай болады? Осы кезге дейінгі ауа райына байланысты білетін түсініктеріңізді айтыңыздар. Дұрыс айтасыңдар. Яғни, ауа райы жаңбырлы, салқын, құрғақ, жылы, ашық және желді болады екен. Келесі балалар, бүгінгі біздің жаңа тақырыпқа сәйкес сөздікпен жұмыс жасайық және де үш тілде айтып бірге қайталайық. Бірінші, жел, ветер, wind. Күн, солнце, sun. Келесі, бұлт, облако, cloud. Келесі, қар, снег, snow. Келесі, жаңбыр, дождь, rain. Балалар, сіздерге келесі тапсырма. Яғни, бүгінгі күннің ауа райын білу не үшін қажет? Қалай ойлайсыңдар? Суретке жақсылап зер салып қарайық. Жарайсыңдар балалар, өте дұрыс айтасыңдар. Яғни, жақсы, дұрыс киім үлгісін таңдауға да ауа райы қажет. Келесі сіздерге тапсырма. Яғни, сөз жұмбақ. Осы төркөздерге сәйкес менің сұрақтарыма жауап беріңіздер. Бірінші, жыл мезгілі. Дұрыс айтасыңдар. Жаз. Келесі, адам өміріне не қажет? Өте дұрыс айтасыңдар. Су қажет. Келесі, қолы жоқ сурет салады, тісі жоқ тістеп алады. Бұл не екен? Өте дұрыс айтасыңдар. Аяз. Балалар, енді қызылмен жазылған ерекше сөзді оқыңыздар. Жақсы балалар, яғни ауа. Бүгінгі біздің тақырыбымыз да ауа. Олай болса балалар, келесі сергіту сәті. Бірге айтайық. Жел соғады, гу-гу. Жаңбыр жауады, тырс-тырс-тырс. Жаңбыр басылады, күн ашылады. Балалар, келесі тапсырма суреттерге қара. Балалар не себепті әртүрлі киінген? Балалар, сұраққа жауап берейік. Өте дұрыс айтасыңдар балалар. Ауа райы қандай болса, біз сол ауа райына сәйкес киім үлгісін таңдаймыз. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, келесі үздік құрастырушы ойынын бірге ойнап көрейік. Осы суреттерге қарай отырып, ауа райына сәйкес киім үлгісін таңдаңыздар. Балалар, суретке жақсылап қарадыңыздар ма? Өте дұрыс таптыңыздар балалар. Яғни ауа райына сәйкес күн, жаңбырлы және қарлы ауа райына сәйкес киім үлгісін дұрыс таптыңыздар, жарайсыздар. Балалар, келесі барлығымыз бірге жұмбақ шешуге дайынсыңдар ма? Олай болса, жұмбақты шешіп, жауабын ағылшынша айтайық. Бастайық. Тереземіздің әйнегін жуады, бірақ сүртпейді. Балалар, бұл не екен? Өте дұрыс айтасыңдар. Жаңбыр, яғни ағылшыншасы rain деп аталады. Келесі, шашылады көктен ақ моншақ, жоғалады біздер тапқан шақ. Жауабын айтыңыздар. Дұрыс айтасыңдар. Жауабы бұршақ, яғни ағылшыншасы peas деп аталады. Келесі, мамықтай ұлпа, қанттай ақ, қыста жер бетін басады, жазда сайға қашады. Бұл не екен? Өте дұрыс айтасыңдар. Жауабы қар, яғни snow. Балалар, бүгінгі сабағымыз өте жақсы деңгейде өтті. Яғни осы сабағымызды қорытындылап көрейік. Егер балалар, бүгінгі сабақты сіздер жайма шуақ күндей түсінсеңіз, түсіндім
пікірін қалдырыңыз. Егер жартылай бұлтты күн болса, жартылай түсіндім, немесе дауылды болса, түсінбедім деген пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Балалар, бүгінгі сабағымыз өте жоғары деңгейде өтті. Қош, сау болыңыздар. Келесі кездескенше. Goodbye, children. See you later.